елуді біз Мақпал әпкемізден үйренеміз. Көп рахмет. Мақпал әпке, сізге бір ауыз сөз айтсам бола ма? Сіздің әніңізді қаншама сазгерлер, жалпы әйгілі Мақпал Жүнісова менің бір әнімді орындаса ғой деген арманда жүрген қаншама сазгерлер бар. Сіз осы Ербол ағамның әнін орындап, араларыңызда көпір болған өзі менің сізге арнап керемет ән жазды, тыңдап көріңізші дегенде, бетімді қайтармай әнді тыңдап репертуарыңызға қосып, менің ағамның халыққа танылуына үлес қосып жүргеніңіз үшін рахмет айтып, сізге алтын браслет тағуыма рұқсат етіңіз. Allah razı olsun Cezire. Aman bu әншілердің негізі бағын астыратын, жұлдызын ары қарай жарқырататын осы композиторлар мен ақындар, біле-білген адамға. Жақсы әндер келсе, біздің де атымыз ұзаққа шабады дегендей, Ерболға көп рахмет. Осындай керемет әндер жазып бергеніне. Жаңада шешемнің заказын айттым. Шешем шөбірі үрсініп жатыр ғой, 88-ге келді. Шөбірім деген әнді айтсекші, біз заказ берсекшілер ғой. Соны жаңа Ерболға айтып жатырмын енді. Шөбірі деген ән жазып бер, менің анамның өтініші, ақшасын төлейміз деп айтып жатырмын енді. Бәрі ақшаға келіп тұр еді ғой қазір. Бүгін мен ол жағы болып тұрмын енді. Ғазизхан